Әрине, ғажап қой, адам мұсылманбыз. Имамдар, бұл мереке жалпы пайғамбарымыздың мерекесі, адамға бір жүрекке жылы ұялатын бір тамаша бір бас қосу деп мен есептеймін. Мінекей имамдар тамаша уағызын айтып жатыр. Мен сіздерге тыңнан дүрен салып, бабалар тастап кеткен аманатты жеткізгім келіп отыр. Бір 90 балғындаған қария, палуан көкпаршы, сері болған заманда бір жас жігіт тұрып айтты дейді: ата, мына 5 күндік жалғанның қызығы не екен деп айтты дейді. Ай, балалар, 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 заман өтті ғой. Менен не сұрайсың? Менде не қалды дейсің? Ет қашты, сүйек қалды, тіс кетті, иек қалды. Алысқа көз жетпейді, қаттыға тіс өтпейді. Саптамадан етік, былғардан кебіс кидім, солардың түрге шыққаны жоқ. Аруды құштым, сұлудың бетіне сүйдім, ерніме жұққаны жоқ. Құндыздан бөрік кидім, басыма жұққаны жоқ. Көкпарда не бір тұлпар міндім, тақымға жұққаны жоқ. Сусардан ішік кидім, иыққа жұққаны жоқ. Жігіттер, 5 күндік жалғанда ынтымақ бірлік татулықтан асқан жоқ деп айтты дейді. Мынандай мамыражай заманда, 5 күндік заманда Алланың берген нығметін пайдаланып, берекелі өмір сүргенге не жетсін? Бетеге кетсе бел қалар, бектерге кетсе ел қалар, берекен кетсе нен қалар дейді. Міне Алланың берген аманат деп қабылдаймыз осы, жан деген Алланың берген аманаты. Шығыстың шайырлары айтады: өлімді неден қорқып жатсынамын, білемін о дүниенің жақсырағын, Құдайдың аманатқа берген жанын өзіне мерзім жетсе тапсырамын дейді. Ай, бүтіндей тапсырғанға не жетсін? Бүгін бар, ертең жоқ болар, уақыт барын ноқталар, бесіктен шыққан жолаушы бейітке бар тоқталар дейді. Қайда қашып құтыласың? Туамын деп тумайсың, өлемін деп өлмейсің, үкіміне Алланың кәне қайсың көнбейсің. Мың жасаған Хакім Лұқман айтады: ақыреттің азығын алмағандар ақырында аңырап аш қалады. Пысқырмаған Алланың бұйрығына пысықтардың қалмайды бас табағы. Ерегісіп күнәні жасағандар құтылмайды күнәдан қаш садағы. Қу тіршілікке құлшылық жасап жүрген қор болар сөзге құлақ аспағаны. Өзін алдап жүргенде ажал келіп тұтқиылдан басталады. Шұрқырап жаңды суырғанда жалынғамен жүрден кеш болады дейді. Аяқасты боп қалар осы күні асқақтаған армандар асқаралы, бақыт, байлық, мәнсап, не түрлі құндылықтар жалғыз түр иманнан пәс болады. Көргөтсе жатпақ көресін, көргеннен қалмайдан басқамалы. Бұдан асқан шындық жоқ хақ тағалам. Көрсетпесін бізге осы масқараны деп айтты дейді. Ғажап па, ғажап емес па? Елдің бірлігі, елдің татулығы. Қараңыздар, кезіндегі тепсе темір дейтін ақсақалдар мінекей 100 далқындап отыр, 90 далқындап. Әзіреті айтады: қарттықтың бір қоя, жанынан басқа азабы жоқ, жігіттік дәуірінде ажары жоқ, адамға 100 жасында қараңы жоқ, қарттық атты дәуірдің санағы жоқ дейді. Қайран бабалар. Атақты Кемпірбай Бөгенбай ұлы 5 жасында түс көріпті. Түсінде Дәуіт пайғамбар кіріп: айналайын балам, сапарың оң болсын, батасын беріп, мына көгала үйрек сенің болашағыңды бастайды, қолына көгала үйректі қондырыпты. Ояң деп қараса, түс екен. Тұрған бетте сайрап бала, ақын боп, тілге шешен боп, елге танымал боп, үлкен азамат боп өсіпті. Қартайған өлер шағында, өмірден өтейін деп жатқан кезде, атақты жауырыны жерге тимеген атақты әсет барып, көңін сұрап барыпты. Ассалаумағалейкум Наркемпірбай, науқасқа шипа берсін патша Құдай. Сырқат деп сарыарқадан естіп келдім, жақсымы қандай боптыр Қалкемпірбай. Науқасың меңдеу тартты дегеннен соң, жыладым бәйіт айтып, 3 күн ұдай деп айтты деді. Басын көтеріп: әсет бауырым, сен бісің деп айтты деді. Әсетжан, осы аурудан өлем білем, Алланың аманатын берем білем, кеудемнен көгалері қош деп ұшты. Сол шырғын кәрі жолдас өлең білем. Әсетжан, осы аурум қоймас білем, Алланың әмірекі болмас білем. Кеудемнен көгалері қош деп ұшты. Сол шырғын жалғызылға Серікбайға қонбас білем деп өмірден өтіп дейді. Сол өмір, сол әсеттің басына кіреді. Өйткені уақыт өтеді, әсет те қартаяды. Әсет өлейін деп жатқан кезде өмірде өтейді. Әсет былай деді: әсеттің ақырғы сөзі, қабыл алыңыздар. Бірінші рет орындайын деп тұр.
Алаштан ән оздырған жетісудың бұлбұлы заманда Дәнеш Рақышев орындаған Дәнештен кегел мен орындайын деп тұрмын. Қабыл алыңыздар. Марқұм ұстазым Жәнібек Кәрмен Алаштан ән оздырған ғасырда бір туады бұндай әншілер. Сол айтатын, жігіттер, әнді айта алмаған абалайды, домбыраны тарта алмаған сабалайды дейді. Мен әнді айтпай, әнді салып, домбыраны сабаламай, шертіп көрейін. Қабыл алыңыздар. Жан деген тәтті ғой, жарық өмірден өтейін деп жатыр. Қайран әсет. Болжаусыз осы екен ғой өлім деген, күн бұрын көзге ау келіп көрінбеген. Артыма сөз қалдырмай ала кеттім, қаптағы дән сияқты себілмеген. Тірліктің қызығына қыза жүріп, айқайға қайран даусым ерінбеген. Абайдай арт жағына сөз қалдырып, жақсы еді әттеген ай өлу деген. Замырап бәйгатындай өте шықтым, жабығып көріп еді көңіл неден. Ертең жазып бүрсігін бітірем деп, баянсыз тіршілікке сенуменен. Қатын бала асырау амалыңды, кеттім ғой соған көңіл бөлуменен. Менен сорлы ақында өттім мекен, бір сөз ол бас бұрынына берілмеген. Үйінде афаридің жатып алдым, алмасты мүсәтір деп татып алдым. Құдайдан тура келсе арманым не, ажалды 5 теңгеге сатып алдым. Сәлемде артта қалғаны туған елге, туты көп думан құрып өскен жерге. Көр алмай өлерімде ең болмаса, мойнымды осынып тұрмын терең көрге. Алашқа атым шыққаны әсет ақын, өлеңім жан жолдасым болған жақын. Дәуірлеп дәурен өтті елде есіп, ел жұртым қадірлейтін сөздің парқын. Ішінде өсіп өндім қыза елдің, жерлерін күнесте кес мекен дедім. Қандырған құлақ құрышын тыңдаушының, осы екен қайран даусым жетер жерің. Бозбала осаным дау үйренерсің, ырғақ қол келтір алмай сүйрелерсің. Оғанда көнбеген соң көңіл қайтып, шуымай маңайына жиренерсің. Өлеңмен атақ жайдымы оң мен солға, жүрегем сүрінбеген терең орға. Еркелеп ел ішінде жүруші едім, қапыдай құтылмастай түстім торға. Дертке дәрмен көңілімнің гүлі болған, осы өлең адастырды ақтық жолда. Артымда аға әнімі көңіл қошым, бұл менің арыздасқан сөзім болсын. Үнімді арқыраған ести алмай, сабырым таңдан дара шыққан тосын. Кешегі дүрілдегені заманымды, бастадым өз ұртыңда әннің көшін. Барады қара өтіп қош жанарым, тағдырым сыйға тарттау күңгірт кешін. Ақырғы айтар сөзімі осы болды, бәрібір мейлау дұшпан мейлау досым. Артымда тірі қалған үлкен кіші,
бәрің ақтық рет айтқан көзі қошым, артымда тір қалған үлкен кіші, бәрің ақтық рет айтқан қошым. Албан суанның ортасында Малдыбай деген би Алланың қалауымен өмірден өтіп, тірі адам тіршілігін істейді. Елге би сайлаймыз деп жүрген кезде, сол елдің төресі, кешегі атақты Кезек төренің әкесі Әділхан төренің екі баласы атпен аңға шығып жүріп, Садықамен батқалы. Аты аяғы інге кіріп, мертігіп, Садықаны мерт болады. Ел жиналып бір перзентін жоқтап, төре жатыр келмей. Халық әрі күтеді, бері күтеді келмей. Сонда Малдыбайдың Шәнті деген баласы барса теріс қарап жатыр екен. Ассалаумағалейкем, Әділхан төре. Садықаның өлсе, батқалың бар. Қалың ер қассынса, қапталы бар. Орында бар, оңалар деп бұрынғы ата-баба айтқаны бар. Төбесі жоқ, жер жаман, төресі жоқ, ел жаман, жұрттың бәрін иіріп, жатқанын қалай деп айт дейді. Басын көтер, бұғай бала деп айт дейді. Сонда төре, Малдыбай бидің баласы, Малдыбайдың баласы Шәнті деген баласымын. Елмен елге, жермен жерге жақсылық тілеп, жақындастыратын арасымын деп айт дейді. Мінекей бабалардың елдің бірлігі, елдің татулығы, елдің осы ұйтқысы, мінекей ақсақалдар. Біз болашақ ұрпаққа не айтамыз? Кешегі Жамбылға, кешегі Сүйінбайға ұстаз болған Қабан жырау былай дейді: ауыз біршілік бар жерде жететұғын мұрат бар дейді. Ауыз бірлік жоқ жерде қиянатты қият бар дейді. Ұяттың иман қабы дер, иманды да ұят бар. Ешкімнің хақын жемеңдер, артында оның сұрақ бар. Ақылы жоқ адамдар тентектің сөзін қуаттайды. Ақылы бар адамдар бал бастаудан суаттайды дейді. Міне, бал бастаудан суаттайтын балалар бізге қарап бой түзейді. Біз сіздерге қарап бой түзейміз. Өз ағасын ағалай алмаған бір қоя, кісі ағасын бағалай алмайды дейді. Жақсы адам қартайса, ақсақалда абыз қайнылады. Жаман адам қартайса, піспей қалған қауыз қайнылады. Абыз болмасақ та, әдемі ақсақал боп, қазыналы, қазымыр емес, қазыналы боп қартайғанға не жесін? Біреу мәз ішкенмен жегеніне бабалар айтады, біреу мәз төрде тұрған беделіне, асқан емен әжетханың ортасында босқа өткен өмірдің керегіне дейді. Шәкәрім айтады, адамдық борышын халқыңа еңбек қыл дейді. Ақ жолдан айнымай арсақта оны біл дейді. Талатпанда біліммен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болғанда ақыл тыл дейді. Міне, елдің болашағы. Жас кесе іске, кәрі кесе асқа дейді. Жас кезінде қиялдайтын өмір бер, қартайғанда ұялмайтын өлім бер дейді. Бабалар ауру бергенше ажал бер дейді. Болмаса 90-дағы бір қария жөлме ақ жолмен өлсе айтады дейді: ой, жарықтықтың өлімін құлынды биеге сатып алатын өлім екен деп айт дейді. Сол сияқты ақыреттеріңіз, ақыретіміз мамыр болсын. Енді сіздерге екі аяқ кең болсын. Сонау жерден келген екен ұстаз Жәнібектің тамаша бір ағалар дейтін бір әні бар. Қабыл алыңыздар елдің ағаларын. Ағалар барында аз ғұмырды бағаламай, абайсыз адаспаңдар бір-біріңнен, жарықта жанып тұрған самаладай. Болғанда халық теңіз шалқып жатқан, өздерің шырылдайтын шағаладай. Әттең ағалар ай, ағалар ай,
пенделіктің жағаламай, басына бір төбенің шықсаңдар шей, андызда бар бұтаны сағаламай. Төбінен әр жүректің табылсаң шей, бауырды бөле жареп алаламай. Әттең ағалар-ай, ағалар-ай, көңілін энелердің жараламай, бірге ұшып бірге қонып жүрсеңдер шей, қатарын бұзбайтын баларадай. Өздерін қонақтағаны бәйтеректің тамырын балталамай, араламай. Әттең ағалар-ай, ағалар-ай, тартысып бір-біріңді табаламай, шоқыға қан көтеріп шықсаңдар шей, бауырды бөле жареп алаламай. Аңдысаң аяғыңнан шалдырарсың, жұлқысаң жыртылмайды жаға қалай. Әттең ағалар-ай, ағалар-ай, болар ма алдартыңды шамаламай, қалың ел қаптап тұрғаны қар орманың, қысады құшағына жананадай. Басына баданадай бұршақ жауса, тоғайды торғай тұрмас паналамай. Әттең ағалар-ай, әттең, әттең, әттең ағалар-ай.